Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағам дайындауда, денсаулық сақтауда кеңінен қолданылатын ерекше бір өнім туралы айтатын боламыз. Ол пісте майы. Бұл майдың пайдасы көп дейді, бірақ зиянды тұстары бар екенін білесіз бе? Осы сұрақтарға толық жауап беріп, сіздің ас мәзіріңізге бұл майды қосуға жетпе, жоқ па, бірге анықтайық. Пісте майы деген не? Пісте майы пісте жаңғағынан суықтай сығу, немесе өңдеу арқылы алынатын табиғи өнім. Оның құрамында көп мөлшерде пайдалы май қышқылдары, дәрумендер және минералдар бар. Бұл май өзіне тән хош иісімен және жұмсақ дәмімен ерекшеленеді. Әсіресе салаттарға, соустарға және десерттерге қосуға өте қолайлы. Пісте майының пайдасы: жүрек-қан тамырларының денсаулығын жақсартады. Пісте майы құрамындағы омега-6 және омега-9 май қышқылдары холестерин деңгейін реттеп, жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Теріні нәрлендіреді. Бұл майы дәруменіне бай, ол теріні ылғалдандырып, оны жас әрі сергек күйде сақтауға көмектеседі. Косметологияда да кеңінен қолданылады. Антиоксиданттардың көзі. Пісте майындағы антиоксиданттар ағзадағы зиянды еркін радикалдармен күресіп, қартаю үдерісін баяулатады және иммунитетті күшейтеді. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Май ішек жұмысын реттеуге және қоректік заттардың сіңірілуін жақсартуға көмектеседі. Энергияның табиғи көзі. Пісте майы калорияға бай болғандықтан ағзаға ұзақ уақыт бойы энергия береді. Пісте майының зияны. Калориялығы жоғары. Пісте майының 100 грамында 800-900 калория бар. Сондықтан оны мөлшерден тыс тұтыну салмақ қосуға алып келуі мүмкін. Аллергиялық реакция. Кейбір адамдарда жаңғақтарға аллергия болады. Мұндай жағдайда пісте майын тұтыну қауіпті болуы мүмкін. Өнімнің сапасы. Сапасыз немесе дұрыс өңделмеген пісте майында трансмайлар болуы ықтимал. Мұндай май денсаулыққа зиян тигізеді, сондықтан тек сенімді өндірушілерден сатып алыңыз. Қыздыруға жарамсыз. Пісте майы қыздырылған кезде пайдалы қасиеттерін жоғалтады және зиянды қосылыстар түзуі мүмкін. Сондықтан оны салқын тағамдарға қосу ұсынылады. Пісте майынан қандай тағамдар жасауға болады? Салаттар. Пісте майы салаттарға ерекше хош иіс береді. Десерттер, кекс, печенье немесе тәтті соустарға қосып дәмін байыта аласыз. Соустар. Бұл майдан ерекше дәмді соустар әзірлеуге болады. Ескерту: пісте майын қуыруға қолданбаған жөн. Ол жоғары температурада пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Қорытынды. Сонымен пісте майы бұл денсаулыққа пайдалы, бірақ оны дұрыс мөлшерде және сапалы өнім ретінде қолданған жағдайда ғана тиімді. Егер сіз салаттарды, жеңіл тағамдарды немесе десерттерді жақсы көрсеңіз, пісте майы сіз үшін тамаша таңдау. Сұрақ: сіз пісте майын күнделікті ас мәзіріңізде қолданасыз ба? Қолдансаңыз, оны қандай тағамдарда пайдаланғанды ұнатасыз? Ойларыңызды төменде бөлісіңіз. Біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жаңа қызықты видеоларда кездескенше. Қош болыңыздар.